Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Ашыққан халық. Бұл тағы бір тынымсыз, тіпті тамақ ішуге қол тимеген күн еді. Көп халық Исаның уағызын тыңдап отырды. Кеш түскен шақ еді. Бәрінің де қарны ашты. Халықты тамақ тауып алуға жақын маңайдағы ауылдарға жіберіңіз, деді Исаның елшілері. Бірақ Иса былай деп жауап қайтарды. Қайта сендер тамақты оларға беріңдер. Мұнда 5 арпа наны мен 2 кішкентай балығы бар, бір жас бала тұр. Бірақ бұл түк болмайды, деді Шимон Петрдің бауыры ендер. Иса жиналған 5000-дай адамды көгалға жайғастырып, Құдайға шүкіршілік етті де, 5 нан мен 2 балықты қолына алды. Елшілер нан мен балықты үлестіре берді. Керемет! Бәрі де жеп тойды. Ал одан қалғанын жиып теріп, 12 дорбаға толтырып салды. Келесі күні Иса рухани нан туралы сөйлеп, мен шын өмірді сыйлайтын нанмын. Сендер маған келіңдер. Мен сендерге жаңа, бақытты өмірге ие болу үшін қажеттің бәрін беремін, деді. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде санаңда қалсын. Кездескенше.